Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге хит болып жатқан ажат шөбаның жасалу жолын көрсететін боламын. Мен бұны өрме түрінде жасадым, әдемілеп. Көріп тұрғандай моншақтап тігіп шықтым. Ол үшін мен видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Баста өте әдемі тұрады, шашты жинап тұрады. Онда жұмысымызды бастайық. Менің парақшама тіркеліп, лайк басып қолдап қойыңыздар. Маған керегі атлас бұл. Бұның ұзындығы 48 сантиметр етіп өлшеп аламын. 48 болады. Екі шетінен 14 етіп өлшеп аламын. Енді тура ортасынан 24 сантиметр болатындай өлшеп аламын. 24 болу керек. Төменнен жоғары қарасын өлшегенде 28 сантиметр. Енді өлшеп алған жерімді сызып алатын болам. Сызып ап, доғалай етіп сызып шығамын. Тура видеодағыдай сызып алсаңыз да болады. Енді сызып алған жерді доғалай етіп қиып аламыз. Бір келкі қып. Тура сол размерден маған екі керек осындайдан. Біреу алды, біреу арты болып шығатындай қып. Мынау алды. Енді артын қиып аламыз қазір. Тағы біреу тура сол размер етіп қиып аламыз. Тура осындай размерден екеу қиып алдық. Енді шілтер бұлдай маған алдына біреу керек. Тура сол размерде қиып аламыз бұны да. Өлшеп қиып аламын.
Осылай үшеу қиып алдым. Біреу тұрады, енді атластың теріс жағын алдына қаратып қоямыз, бетіне. Шілтердің оң жағын астына қаратып қоямыз. Сізге түсініктен ойдамын. Соны ұзынан түйреп, бірінші қозғалып кетпес үшін инемен көмегімен түйреп аламын. Ұзынан тігіп шығатын боламыз. Ол алдыңғы бөлігі. Мен екі тігіп алдым. Ұзынан бір тіктім де, сосын қайырып тағы бір тігіп алдым. Көрініп қалмасын тікістері. Бұл артқы бөлігі. Бұны 1-2 сантиметр етіп өлшеп алып, қайырып, тігіп шығасыздар. Бұған қазір артына резинка өткізгенге керек. Резинканы 12 сантиметр етіп қиып аласыздар. Бұны өткіземіз тура ортасына. Бірінші өткізбес бұрын резинканы шетіне дәлдеп тұрып, машинаның көмегімен тігіп аламыз. Тура солай қылып резинканы бүріп, тура шетін алып тігіп аламыз. Осылай шығып кетпес үшін екі жағынан тігіп алдық. Енді алдығы бөлігін шет-шеттен қиып тастаймыз, артық жерлерін. Сонда әдемі көріну үшін қиып тастайсыздар. Өсіп қиып алдым. Енді алдығы бөлігі мен артқы бөлігін видеодағыдай қарап, тура шет мен шетті біргетіне қып, түйреуіштің көмегімен барлық шетін түйреп шығамыз, қозғалмас үшін. Бірінші екі шетінен өлшеп аламыз. Түйреп болғаннан кейін енді машинаның көмегімен шет-шетін зигзагтың көмегімен тігіп шығатын боламын. Шеті сөгілмес үшін зигзагпен тігемін.
Тігіп алдым. Енді бұны аударып аламыз. Бұның ендігі мән беретін жері, бұның шетіндегілерін жақсылап тұрып, қолмен ішіндегісін қайырып тұрып, тігістерін қолмен бүйтіп бүріп аламыз. Кажы бүргенді барлығын түйрешпен түйреп отырасыздар. Или инемен түйреп отырасыздар. Бұл артқы бөлігі. Мен көрсетіп тұрғаны тура бәр жерін тіккен тігістерді 1-2 сантиметр өлшеп, осылай иненің көмегімен бүріп аламын. Міне бүріп шықтым, көрдіңіздер ғой, әдемі болып шықты. Енді сол бүрген жерді инемен, машинамен тігіп аламын. Түйреп алған түйрешін бәрін алып, машинамен тігіп шығатын боламын, тура бүріп. Не бүріп алдым. Енді сіздер осылай қалдырсаңыздар да болады, әдемі болып тұрады. Қалдырмасаңыздар да болады. Мен бұған өрме қылып тігетін боламын, моншақтап өрме тігетіміз болған. Ол үшін маған
1 30 сантиметр етіп шілтерді ұзындығы 1 30 қып қиып алам да тігіп шығамын. Енді тіккенімді түйреуішпен теріс оң жағын бетіне қаратып, бұны үтіктеп алатын болам. Үтіктеп алса әдемі болып тұрады. Енді сол жаңа тіккен ұзын бұлымызды тура ортасынан бүктеп, көріп тұрғандай резинкамен басын ортаға тіккен жерге дәлдеп отырып тігіп алатын болам. Сізге көрінікті деген ойдамын. Жаңа тіккен жерімді енді екі жақ қайырып тұрып, өріп тұрып, тура ортасына моншақтарыңызды әдемілеп тігесіздер. Бұған моншақ тақпай қойсаңыздар болады, жай ғана тіге салсаңыздар да болады. Бірақ мен сәндік үшін моншақ тақтым. Бағанағы бүрген жердің бәріне осылай моншақ тағып өріп шығамыз.
Осындай міне әдемі тюрбан болып шықты. Моншақтап астан жібі көрініп қалмас үшін, астына шығып кетпес үшін қолмен астына қойып әдемі тігіп аласыздар. Ата астындағы жібі көрініп қалады. Өзі моншақты аяғына шейін тігіп алдым. Енді ең шетегі қалған болды. Оны мәшинемен шетін қайырып тігесіздер. Сонда әдемі болып тұрады. Осындай әдемі тюрбан шықты. Тігіп болдық міне. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше.